Мен Алматы қаласы білім басқармасы бастығының қабылдауына кіріп шықтым. Ол кісі қандай жағдай болса да біз балалардың жағында болуымыз керек. Осы заң бұзған қызметкерлерді мен өз бақылауыма алып, жақын күнде мен өзім жауап беретін боламын деп қысқаша былай жауап берді. Біз балалардың жағында тұрмыз жоқ. Жақта ата-ананың әрекет үшін және болса жұмыс үшін бала жауап бермейді. Баланың жағында біз болуымыз керек. Барлық орган опекамен біздің юристтер міндетті түрде семинар өткізіп түсініктеме беру керек. Бірақ біздер баланың жағында болуымыз керек. Ол бала деген мектепте оқи ма, ол бала деген сәби ма, сондай семинар ұйымдастыру керек. Балалардың құқығын қорғау комитетінің қызметкерлері, сіздер балаларды қорғаудың орнына керісінше қорласаңыздар, ұстаздар өздеріңіздің не істеп жүргендеріңізді білмей, қызметтік этиканы түсінбесеңіздер, онда сіздер мемлекеттен не үшін айлық алып отырсыздар? Жалған айлық арам ақшамен бірдей. Сол арам ақша ертең бір жерлеріңізді тесіп кетеді деп қорықпайсыздар ма? Балалардың қорланғаны, қоғамның қорланғаны. Сондықтан ұстаздар, ұстаз деген атқа кір келтірмей, бастарыңызды көрінген жерге сұқпай, өз міндеттеріңізді біліп, қызметтеріңізге адал болыңыздар.